Сәлем достар, бұл Мәке блог. Көп адам YouTube арнасын ашқысы келеді, бірақ неден бастарын білмейді. Бүгін мен сіздерге арна ашқанда жібермеу керек негізгі қателіктер мен дұрыс бастау жолдарын көрсететін боламын. Ең бірінші мән беретін нәрсе каналдың аты, яғни арнаның аты. Есте қаларлық қысқа атау таңдау керек. Тым күрделі немесе ұзын сөздер ол жерде қолданудың қажеті жоқ. Мысалға, Мәке блог, универсалды әрі оңай ізделетін атау. Екінші, логотип пен баннер. Жаңа көрермен сіздің арнаңызға кірген кезде бірінші көретін нәрсе ол логотип және баннер. Жаңа көрерменді өзіне тартқызу үшін дизайнды жақсылап етуіңіз керек. Логотип қарапайым болсын, баннер тақырыпта баннердің артында сіздің каналыңыз жайлы жақсы мәлімет айқын түрде көрсетілу керек. Үшінші, арнаның сипаттамасы. Көп адам арнаның сипаттамасына мән бере бермейді. Ютуберлердің жіберетін қателіктері. Ал YouTube іздеу жүйесі болғандықтан ол жерде кілттік сөздер жазылуы міндетті. Төртінші мән беретін нәрсе алғашқы видео, яғни жаңадан бастау үшін сізге мықты техника керек жоқ. Қазіргі қолданып отқан телефоныңызда жеткілікті. Маңыздысы сапалы дыбыс пен жарық. Видеоның дыбысына және жарығына мән беріңіз. Видеоңыздың ұзақтығы минимум 8 минут болсын, ал шортстар қазірге 3 минутқа дейін түсіріп сала аласыздар видеоларды. Енді ең үлкен жіберетін қателіктері адам ең алғаш канал ашқан кезде бірден монетизацияны ойлап кетеді. Адам бірінші монетизацияны ойлаудың қажеті жоқ. Ең бірінші канал ашқан кезде жүйелі түрде контент жасауды ойлау керек. Яғни бір видео, екінші видео, үшінші видео жалғасын табу керек. Мысалға, бір видеоңыз екінші видеоға сілтеме тастау керек деген сияқты. Солай аптасына 2-3 видеоны тұрақты түрде салып отыруыңыз керек. Сол кезде ғана сіздің каналыңыз дамитын болады. Одан кейін монетизацияға өте бересіз одан кейін. Енді ең алдымен жаңа YouTube'ты бастау үшін каналдың аты, дизайн, логотип, баннер, мән беретін нәрселеріміз және каналдың сипаттамасы алғашқы видеоңызды жақсылап түсіндіру. Видеоға жақсылап түсіндіріп, өзіңіз каналыңыз жайлы таныстыру. Енді кез келген бірінші видеоңызды дұрыстап салуыңыз керек. Ал ары қарай каналыңызды біртіндеп дамыта бересіздер. Егер YouTube'да өскіңіз келсе, осы арнаға жазылып қойыңыз. Келесі сабақтарда сізді бұдан да қызық, пайдалы ақпараттар күтетін болады.